Сіздермен бірге Бақыт. Және Айдын. Біздің бағдарламамыз қызықты мәліметтер. Бүгін біз не істейміз? Бүгін біз адамдардан қызықты сұрақтар қоямыз. Ал кеттік. Это меня идея. Сіздің ойыңызға келген ең ақылды ой қандай? Думаю, что самая гениальная мысль, которая мне приходила за последнее время, это связано со временем. Наверное. Я очень много думал о временной петле, думал о том, как устроена наша Вселенная и что такое вообще жизнь. Сізге көп рахмет. Ойыма келген ең түсініксіз ойлар ол Бермуд үшбұрышымен және пирамиданы кім салған деген сұрақтар ойыма келеді және соған жауаптары жоқ, сондықтан маған ол өте қызықты болып келеді. Сіздің ойыңызға келген ең күлкілі оқиға? Мен достармен жер асты жолдан өтіп жатқанда бір досым аяғы тайғақ құлап түскен. Мен одан күліп, сол қалай бұл жерде құлап түсуге болатынын сұрағанда, өзім сол жерде құлап түстім. Сіз бір адамды күлдірту үшін қандай іс жасадыңыз? Бір досымның көңіл-күйі болмаған күнде сол досымды күлдірту үшін бір мұзда әдейі құлап түскенмін. Сіздерге рахмет, сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін. Сәлеметсіз бе, менің атым Бақыт. Мен сізден бір-екі сұрақ қойса бола ма? Сіздің басыңызға келген ең ақылды ой қандай? Менің басыма келген ең ақылды ой, мен математика сабағында дискриминантты квадратты шығарғым келген. Бірақ мен мұғалімге өз ойымды айттым, бірақ ол дискриминантты квадратты шығаруға болмайтынын маған түсіндірді. Сізбен болған ең қызықты және де күлкілі оқиға? Иә, менің есімде мен 5-ші сынып оқыған кезде мені мұғалім сабақ айтуға шығарды. Получается, мен Тянь-Шань деген тауды ұмытып қалып, мен оны Чумачи деп айтқан болатынмын. Содан кейін, қазір мен 11-ші сынып оқығанымен, менің сыныптастарым соны әлі де есінде. И сол кезде ол ең қызықты оқиға болған. Еще маған бір бала күлді. И сол баланы тақтаға шығарғанда, ол да Тянь-Шаньды Чумачи деп атап кетті. Содан кейін біздің сыныбымыз Тянь-Шаньды Чумачи деп атайды. Бізге уақыт бөлгеніңізге рахмет. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Сіздерге адамдардың реакциясы ұнаған шығар. Комментарияға жазып кетіңіздер, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.